Неліктен Рассел христиан болған жоқ? Жылдың басында мен Бертран Расселдің «Неліктен мен христиан емеспін» атты кітабын оқыдым. Рассел философ, математик, Нобель сыйлығының лауреаты, 20 ғасырдың ең көрнекті ойшылдарының бірі. Ол дінді математикалық дәлдікпен талдап, оны неге қисынды деп санамайтынын көрсетеді. Дінсіз мораль мүмкін бе? Расселдің айтуынша, жақсы адам болу үшін Құдайға сену міндетті емес. Егер адам жақсылықты жазадан қорқып немесе жұмақта сый аламын деп жазса, ол шынайы мораль емес, жай ғана есеп. Құдайдың бар екенін дәлелдеуге бола ма? Философ Құдайдың бар екенін дәлелдеуге тырысқан классикалық аргументтерді, алғашқы себеп, мақсаттылық, адамгершілік заңдары талдап, олардың сенімсіз екенін көрсетеді. Егер бәрінің себебі болуы керек десек, онда Құдайдың өзіне не себеп болды? Дін биліктің құралы. Расселдің ойынша, дін прогреске көмектескеннен гөрі керісінше кедергі келтірді. Инквизиция, ғылымға қарсы шектеулер, жаңа идеяларға тыйым салу тарихта мұндай мысалдар аз емес. Күмән ақыл ойдың қозғаушы күші. Рассел критикалық ойлауды жақтады. Ол Құдай жоқ деп кесіп айтқан жоқ, бірақ оның бар екенін дәлелдейтін айқын факт жоқ деді. Сондықтан дейді Рассел, ең дұрыс көзқарас күмәндану, талдау, ойлау. Бұл кітап атеизмге де, дінге де шақырмайды. Ол жауаптарды іздеуді өзіңізге қалдырады. Расселді оқыдыңыз ба? Оның көзқарасына қалай қарайсыз?